Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Панкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы микрокредиттерді төлемесе не болады? Бүгінгі видеода осы сұрақтарға жауап беретін боламын. Осы видео тақырыпты толық ашпастан бұрын достар, менің осы YouTube каналыма және Instagram парақшама тіркеліңіздер. Бізбен бірге өздеріңіздің құқықтарыңызды біліп, қалай проблемаларыңызды шешу керек екенін үйренесіздер. Микрокредитті төлемесе не болады? Ең бірінші, микрокредитті алғаннан кейін просрочкаға кетіп қалсаңыз, қай микрокредиттан ақша алдыңыз, сол компания сізге телефон соға бастайды. Кейін осы кредитіңізді микрокредит компаниясы коллекторларға өткізіп жіберуі мүмкін. Бұл телефонный звоноктар тек қана сізге емес, микрокредит алған кезде көрсеткен номерларға звондайды. Содан соң сіздің туысқандарыңыз, достарыңыздың номерларын іздеп тауып, соларға телефон соғып қорқытып, сіздің осы қарыз бар екеніңізді айтып отырады. Егерде сіз микрокредит қарызын төлемеген жағдайда, олар сіздің Instagram, WhatsApp, ВКонтакте және тағы басқа аккаунттарыңызды тауып алып, сіздің сол жердегі достарыңызды жазап, осы сіздерді масқаралай бастайды. Сосын сізге үйіңіздің машиналарыңызды тартып аламыз деп осы қорқыта бастайды. Тіпті сізді алаяқ деп танып, қамап жібереміз деп те айтуы мүмкін. Кейбір коллекторлар сізге осы мемлекеттен 300 мың, 400 мың теңге пособия тағайындалды деп, бірақ осы ақшаны алу үшін кредиттарыңызды төлеңіз деп алдауы да мүмкін. Сол үшін сақ болыңыздар. Алайда достар, өздеріңіз білесіздер, қазіргі заманда біреу ешкімге жайдан жай осы ақша бермейді. Сол себепті осындай коллекторлардың былығына алданып қалмаңыздар. Егерде сіз коллекторлардың қоңырауларына ешқандай мән бермесеңіз, сіздің машиналарыңызды, үйлеріңізді, шоттарыңызды арестке қояды. Бұл нені білдіреді? Яғни сіз өздеріңіздің банктегі шоттарыңызбен қолдана алмай қаласыздар. Екіншіден, өздеріңіздің атыңыздағы машиналарыңызды, үйлеріңізді сата алмай қаласыздар. Үшіншіден, Қазақстан Республикасынан шетелге шыға алмай қаласыздар деген сөз. Достар, егерде сіздер дәл осындай микрокредит қойған арест бар болса, мен сізге сол аресті 7 күн ішінде шешіп беруге дайынмын. Осы видеоның астында сілтемеге өтіп, менімен тікелей байланыса аласыздар. Сізге қойылған аресті шешпесеңіздер, микрокредиттік компаниялар қарызыңызды жыл сайын көтеріп отырады. Алайда қарызыңызды төлеместен бұрын сіз микрокредиттік мекемеңіздің заңдылығын тексеру керексіз. Егерде сіз алған мекеме заңсыз болған жағдайда, сіз артық пайыздарды төлемей, тек алған ақшаңызды қайтарып, толық кредиттеріңізден заңды түрде құтылуға болады. Артық пайыздарын төлемей, микрокредиттен құтылу жолын алдыңғы видеоларда айтып кеткен болатын. Достар, егерде сізде осындай микрокредит пайыздарын төлемей, тек алған сомаңызды төлегіңіз келсе, мен сізге заңгер ретінде көмектесе аламын. Толық ақпарат осы видеоның астында сілтемеге өтіп, менімен тікелей байланыса аласыздар. Жалпы достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.